Ол уақыт машинасын ойлап тапты десем, сенесіздер ме? Oh my god. В общем, танысып қойыңыздар, бұл жігіттің есімі Майкл Мартин. Ол 1987 жылы халыққа өзін уақыт машинасын ойлап таптым деген. Бірақ ол 48 сағаттан соң Майкл із-түзсіз жоғалып кетті. Иә, бұл өтірік немесе миф емес. Бұл шын. Негізі Майкл уақыт машинасын не үшін ойлап тапқан білесіздер ме? Негізі ол элементарный нәрсе. Майкл уақыт машинасын будущийға барып келіп, лотерея комбинацияларын білу үшін ойлап тапқан екен. Сонда да жалко балаға. Негізі көп адамдардың айтуынша, ол Майкл 90-шы жылдарға барып, сол жерде застряться етіп қалған екен. Бірақ бұл шын ба, өтірік па, әлі ешкім білмейді. Мына видеоны қараңыз. Майклдың болашаққа бару үшін пландары өте көп екен, Тіпті мысалы мен мынандай план құрасам, мен басым мүмкін жарылып кетуі мүмкін. Енді мынаны қараңыздар. Мәліметтерге сүйенсек, Майк 1990-шы, яғни 1987 жылы США-да халыққа өзін уақыт машинасын ойлап таптым деп утверждать еткен екен. Солай оның болашаққа баратын ойы көп болған екен. Және болашаққа барып, выигрышный лотерея комбинацияларын білгісі келді. Ал екінші мәліметке сүйенсек, марқұм лестница Якова деген устройствомен қаншама эксперименттер жасаған. Бір күні оның машинасында вихрь пайда болып, ол бір бұранданы лақтырып жеген, по приколу. Солай ол бұранда раствориться етіп кетіп, Майклдан 1-2 метр ары жерде пайда болған. В общем, Майкл уақыт машинасын жасап жатқан кезде бір үлкен проблемамен арпалысты. Ол уақыт машинаға үлкен энергия қажет болды, ал ол үшін трансформатор қажет болды. Бір экспериментатор оған 15-20 трансформатор сатып алуды ұсынған екен. Бірақ бір трансформатордың өзі базарда $15,000 тұрған екен. Ал Майклдың ондай ақшасы болмаған соң ол көшеге барып, потихоньку ескі трансформаторды ұрлап алып, уақыт машинасына отырғанда кейін 90-шы жылдарда застряться етіп қалған екен. Бірақ мен бұл факты өтірік деп ойлаймын көбінесе. Себебі егер уақыт машинасы болғанда көп тупой, опасыз адамдар мынаны әкелетін еді. Сол үшін әр нәрсеге сене бермеңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, факт парақшасына жазыңыздар. В общем, сау болыңыздар.